Ағымдағы жылы 24 ақпан күні Түркістан облысы Бәйдібек ауданында жүзімдік елді мекені жанында орналасқан Арыстанды су қоймасында 22:30 шамасында бір адамның жоғалғаны туралы хабарлама түскен болатын төтеншалар департаментіне. Шұғыл түрде жеке құрам көтеріліп, іздестіру жұмыстары басталған. Алайда бүгінгі күнге дейін іздестіру жұмыстары нәтиже бермей отыр. Жалпы төтеншалар департаментінен 55 қызметкер, 8 бірлік техника және 2 жүзу құралы, 1 квадрокоптер жұмылдырылды. Сонымен қатар жергілікті атқарушы орган, полиция департаментінен және жергілікті тұрғындардан 70 адам жұмылдырылып отыр. Жалпы іздестіру жұмыстарының өте қиын жағдайда өтуде. Біріншіден бұл жағалаулары және өзеннің, көлдің ішкі жағында көптеп орналасқан жыңғыл ағаштарының және бұталардың көптігі, сонымен қатар қамыстардың көптігі, және де адамның жүріп тұруына асты лайлы балшық болғандықтан жүруде қиын болып жатыр. Осыған қарамастан әрбір су қойманың жоғалуы мүмкін деген ықтимал учаскелері, әрбір метрі, әрбір қадамы тиянақты зерттеліп жатыр. Тоқтаусыз квадрокоптерді көтеріп, іздестіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз.